Бүгін Озонда соткамды ашып қарасам, доставканың приложениесіне сообщение келіп тұр. Ей, мынау не болды екен деп ашсам, маған жазып жіберіпті, короче. Анау оператор ма бір бәлек ше. Сіз кеше заказда кому-то нагрубили, бір бәле, зыр бәле, в общем ше. Біраз жерге апарып тастадым дейді да клиентті. Білмеймін ғой неме апарып тастағанын әйтеуір. Сөйтіп ойланып қараймын дейді. Мә, кеше вроде бәрі нормально еді ғой. Бүкіл апарған жерлерімді ойлап жатырмын ғой. Бәрі нормально, бәрі. Ой, рахмет деп қалған сияқты. Қайсысы ол сонда бетіңе рахмет деп тұрып кетіп қалғаннан кейін 10 миллион агрубил, қырт деп жазбайтындар. Или Яндекс Адис дейма ондай. Ойдан шығара ма. Сол жер түсініксіз болады, в общем. Кешегі заказдардың бәрін ойланамын дейді. Нормально апарған едім ғой, вроде бәрі қуанып қалған сияқты еді деп ше. Бірақ анан кім жазды сонда деймін да. Нагрубил, қыртым-сыртым, бір бәле, в общем, жаман нәрселерді айттым, бір бәле деп жазып тастаған енді анада. Сол жерін түсінбей жатырмын енді. Оны біреу жазды екен менің артымнан. Бетіме рахмет деп тұрып. Или Яндекс ойдан шығарып жатыр. Кім біледі, кім деп жатыр ондай.